Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Сабақтың тақырыбы Бірінші дүниежүзілік соғыс әлем картасын қалай өзгертті? 8-ші сынып дүниежүзі тарихы. Сабақтың мақсаты әлемнің саяси картасындағы өзгерістерді сипаттау арқылы империялардың ыдырау себептерін тұжырымдау. Бүгінгі сабақтың тірек сөздері: Версаль келісім шарты, ұлттар лигасы, мандаттық жүйе, аумақтық өзгерістер. Құрметті оқушылар, суретте қандай оқиға баяндалады? Дұрыс айтасыздар. Сіздердің алдарыңызда тұрған сурет Бірінші дүниежүзілік соғыстың оқиғалары. Яғни Бірінші дүниежүзілік соғыс 20-ші ғасырдың басындағы алып ғаламат оқиға болды. Бұл соғыста әлеуметтік экономикалық салдары өте жоғары болды. Яғни 38 мемлекет қатысып, 24 миллион адам тартылып, соның ішінде 74 миллион адам соғысқа қатысқан болатын. Бұл соғыстың нәтижесінде жаңа техникалар қолданысқа енгізілді. Танкілер, ұшақтар, радио байланыс құралдары, сүңгуір қайықтар және химиялық қарумен одан қорғанатын газ тұмылдырықтар. Бірінші дүниежүзілік соғыс қарсаңында әлем картасында алпауыт империялар өмір сүрген болатын. Олар Германия империясы, Австро-Венгрия империясы, Осман империясы және Ресей империясы. Германия империясы мен Австро-Венгрия империясы, Осман империясы біріккен төртті одақ, және Россия мен Англия және Франция біріккен Антанты одағы құрылды. Бірінші дүниежүзілік соғыстың нәтижесінде төртті одақ өзінің соғыстан жеңілгендігін мойындап, капитуляцияға қол қойды. 1918 жылы 11 қарашада Бірінші дүниежүзілік соғыс аяқталды. Бірінші дүниежүзілік соғысты қорытындылау мақсатында, яғни Еуропа аумағын жеңген державалар пайдасынан бөлу, соғыста жеңілген мемлекеттердің әскери күштерін шектеу және де мемлекеттердің аумағын бөлу бойынша Парижде 1919 жылы 18 қаңтарда бейбіт конференциясы ашылды. Бұл конференцияға 35 мемлекет қатысты. Осы мемлекеттердің ішінде негізгі үштікке Англия, Франция және ақш кірген болатын. Париж конференциясының нәтижесінде Германия мен Версаль келісімі, Австрия мен Сен-Жермен келісімі, Болгария мен Ней келісімі, Венгрия мен Трианон келісімі жасалды, және Түркия мен Севр келісімі. Версаль бейбіт келісім шарты Бірінші дүниежүзілік соғыстың аяқталғанын дәлелдейтін басты құжат болып табылады. Версаль келісім шартына сәйкес, Бірінші дүниежүзілік соғыстың нәтижесінде Австрия, Чехословакия, Польша өзінің тәуелсіздіктерін алып, Германия оны мойындауға міндетті болды. Және Францияға Германияның Эльзас, Лотарингия және Саар көмір шахталары берілген болатын. Бельгияға Эйпен, Мельмеди және Марена округтері берілсе, Польшаға Познан мен Жоғары Силезия аймақтары берілді. Шығыс Пруссияның бөліктеріне, Данияға Шлезвигтің солтүстіктері, Литваға Мемел қайтарылды. Өздеріңіз осы аталған мемлекеттерді картадан байқасаңыздар болады. Сен-Жермен келісім нәтижесінде Австрия мен келесідей нәтижеге қол жеткізілді. Яғни Австро-Венгрия мемлекетінің ыдырауы бекітілді. Австрияның аншлюсына тыйым салынды. Австрияның қарулануы шектелді және репарация төлеу заңдастырылды. Трианон келісімінің шартына сәйкес Венгриямен жасалған. Словакия мен Украинаның Закарпатия, Чехословакияның бөлігі болды. Трансильвания Румынияға өтті. Хорватия Югославияға, сонымен бірге Венгрияның қарулануы шектеу және репарацияны төлеу заңдастырылған болатын. Ней келісім шартына сәйкес Болгариямен жасалған. Оңтүстік Добруджа Румынияға, батыс Фракия Грекияға берілді. Север келісім шартына сәйкес Түркияның әскерлері қысқартылып, аумақтары бөлінген болатын.
Түркия Осман империясы атынан Түркия республикасын қайта құрған болатын. Және 1917 жылы Ресей империясында революция орын алып, оның аумағында Финляндия, Эстония, Латвия мемлекеттері пайда болды. Бірінші дүниежүзілік соғыстың нәтижесінде империялардың ыдырауы орын алған болатын. Яғни жаңа Герман, Австрия, Венгрия, Ресей, Осман сияқты алты империялар құлдырап, Германияда Веймар республикасы құрылды. Германияда Қараша революциясының нәтижесінде 9 қарашада Кайзер Вильгельм басқарған монархия құлатылған болатын. Австрия-Венгрия аумағында Австрия-Венгрия республикалар құрылды. Чехословакия республикалар құрылды. Және сербтер, хорваттар кірген Югославия мемлекеті пайда болды. Балалар, жаңа ақпаратты тыңдасаңыздар, тапсырмалар бөліміне кезек берейік. Сіздердің алдарыңызда сәйкестендіру кестесі берілген. Сіздер халықаралық Париж конференциясына сәйкес жасалған келісімдерді нәтижелерімен сәйкестендіресіздер. Балалар, тапсырманы орындап болсаңыздар, жауаптарыңызды тексерсеңіздер болады. Балалар, енді келесі тапсырмаға кезек берейік. Әлемде болған оқиғаларды дейін және кейін кестесіне қойып толтырыңыздар. Балалар, тапсырманы орындап болсаңыздар, дұрыс жауабына кезек берейік. Яғни империя ұғымы болған болатын бірінші дүниежүзілік соғысқа дейін. Мемлекеттердің ынтымақтастығы төмен деңгейде болды, милитаризация қарқынды түрде жүрді. Нәтижесінде ұлттар лигасы құрылды, ақш пен Жапонияның беделі артты, ал империялар ыдырады. Келесі тапсырмаға кезек берейік. Әлемнің саяси картасында өзгерістерді сипаттау. Дұрыс жауабына назар салатын болсақ, Германия империясының құрамында Веймар республикасы құрылды. Оның аумақтары Францияға және Польшаға берілді. Австрия-Венгрия мемлекеті ыдырап, оның орнында Чехословакия, Австрия, Венгрия республикасы және Югославия мемлекеттері пайда болды. Ресей империясының құрамынан Латвия, Эстония, Литва, Белоруссия, Украина республикалар шығарды. Бірақ Белоруссия мен Украина КСР аумағына қайта кірген болатын. Сабағымызды қорытындылайтын болсақ, балалар, Париж конференциясының шешіміне сәйкес жеңілген мемлекеттер репарацияны өтеді. Германияның қарулары шектелінді. Және Африка, Азиядағы иеліктері мандат бойынша берілген болатын. Әлем сахнасында жаңа Австрия, Венгрия, Чехословакия мемлекеттері пайда болды. Ресей империясы құрамынан Литва, Эстония, Латвия мемлекеттері бөлінді. Балалар, үйге тапсырма. Инсерт кестесін толтырасыздар. Яғни, кесте бойынша білемін, бүгінгі сабаққа дейін ақпараттарыңызды жазасыздар, және бүгінгі сабақта алған ақпараттарыңызды жаңа ақпаратқа толтырасыздар. Мен үшін қызық болған ақпаратқа сіздер бүгінгі сабақта қандай оқиғалар сіздерді таң қалдырды, және қандай оқиғалардың нәтижелерімен сіздер келіспейсіздер. Балалар, назар тыңдағандарыңызға үлкен рахмет, сау болыңыздар.